Бәріңе сәлем. Бүгін мен сіздерге Черный остров фильмін айтып беремін. Йонас есімді жас жігіт ата-анасымен бірге ит тістеген әжесінің жерлеу рәсіміне қатысады. 4 айдан кейін Йонастың ата-анасы көлікке мініп, әкесінің атасы Фредерикпен қарым-қатынасы туралы сөйлеседі. Кенеттен қарсы беттен көлік шығып, әкесі соқтығысудан аулақ болу үшін ағашқа соғып арыққа құлайды. Апаттан ешкім аман қалған жоқ. Келесі күні Йонас ата-анасының желеу рәсімін өткізеді. Жігітті қолдау үшін достары Фло, Джули, Нина келген. Ол қайғы мен үмітсіздікке ұшырайды. Алайда Нина оны жұбатуға тырысады. Кейін атасы Фредериктің үйіне қайтыс болған отбасына құрмет көрсету үшін адамдар жинала бастайды. Атасы немересіне келіп, Бавариядағы тәтесіне көшудің қажеті жоқ. Аралда онымен 18 жасқа толғанша бірге бола алатынын айтады. 1 жыл өтті. Йонастың ауруы басылды. Біз оның велосипедте достарымен қалай кездескенін көреміз. Және олар бірге мектепке барады. Оқу күнінің басында кабинетке мұғалім кіріп, сыныптағыларға көшеге шығуды айтады. Ол балаларды жинап, олардың мұғалімі Май Ники мырза Майоркадағы демалыс кезінде апатқа ұшырағанын айтады. Және ол осы жылы неміс тілінің мұғалімі болады. Кейін әйел өзін Хелена Юн деп таныстырады. Сабақтан кейін Йонас көшеде отырып әңгімелеседі. Оларға Хелена жақындап, олар кешке бос па, және ол көшкеннен кейін жиһаздарын жылжытуға көмектесе ала ма деп сұрайды. Оны естіген Нина көмегін тез ұсынады. Балалар бірге кездесіп, мұғалімге барады. Үйге келген жігіттер шкафты жинай бастайды. Ал Нина кілемді кесу үшін төменде қалды. Ол қоймаға барып, Майорка деп жазылған тегі бар чемоданды табады. Кенеттен Хелена келіп, қыз мұнда не іздеп жатқанын сұрайды. Нина өткір ағаш қажет деп жауап береді. Әйел қызға қажетті затын береді, және Нина жұмысына кетеді. Хелена әлі күнге дейін чемоданның тегін алып тастауды ұмытып кеткенін байқайды. Жоғарғы жақта ұлдар шкафты аяқтайды. Бірақ аяғынан қан ақып тұрған Нина кіреді. Ол қатты жарақаттанған. Фло оны ауруханаға алып кетеді. Барлығы кеткеннен кейін Хелена қоймаға оралып, чемоданның тегін жұлып алады. Сол түні үстелде отырған әйелдің алдында Йонастың суреттерін көреміз. Шамасы ол оны аңдып жүрген сияқты. Ол барлық суреттерді жинап раковинада өртеп жібереді. Келесі күні таңертең Йонас жағажайда Хеленаны кездестіреді. Ол да таңертең жүгіреді екен. Олар әңгіме бастайды. Және мұғалім Нинамен жүретініне қызығушылық танытады. Ал жігіт теріс жауап береді. Сабақ аяқталғаннан кейін Нина көмек алу үшін Йонастың үйіне келеді. Келесі сабақта Нина өз жұмысын оқиды. Хелена қыздың өзі жазбағанын түсінеді. Бұл туралы Йонастан сұрайды. Ол көмектескенін мойындайды. Ұстаз үнемі таңданысын білдіріп, жігіттің өнерлі екенін айтады. Әйел оның басқа жұмыстары туралы және оларды көрсетуін сұрайды. Міне біз тағы да Хеленаның үйіне келдік. Ол бұл жолы бақшада жұмыс жасап жатыр. Және Йонастың пошта жәшігіне пакет салуға тырысып жатқанын байқайды. Оған жүгіріп барып салмақшы болған пакетін алып, үйіне шақырады. Бақшадағы жұмыстан шаршағаннан кейін әйел душ қабылдауға кетеді. Ал жігіт оны есіктен бақылайды. Бірнеше сағаттан кейін Хелена Йонастың соңғы жұмысын аяқтады. Йонас Хеленаның көзіне жас алғанын байқайды. Жігіт әйелдің жүзіндегі жасты сүртіп жатқанда олар сүйіседі. Мұның арты басқа нәрсеге ұласады. Келесі күні таңертең Йонас мектепке бар жатқан жолда Хеленамен кездеседі. Мұғалім оған болған оқиғаның қателік екенін айтады. Олар жолда ақырын Нинаның жанынан өтеді. Нина көргеніне таң қалады. Сабақ барысында Джули мен Нина мұғалімнің оғаш әрекетін байқайды. Сабақ аяқталғаннан кейін қыз өлеңді өзі жазбағанын мойындайды. Сыртқа шығып ол бұл туралы Йонасқа айтады. Келесі көріністе Нина жігітке ата-анасының үйін жинауға көмектеседі. Йонас олардың жоқтығын есіне алып жылайды. Оны Нина құшақтай бастайды және олар сүйіседі. Қыз оны ата-анасы сияқты жоғалтпайтынына сендіреді. Bir күннен кейін мектепте кішігірім семинар өткізіледі. Онда ата Фред сөз сөйлеп тұрып, Хеленаның шашы қысқарып алыста тұрғанын байқайды. Ер адам елес көргендей болып жерге құлайды. Немересі оған көмектесу үшін орнынан ұшып тұрады. Нина Йонасқа атасы талмай тұрып Хеленаны көргенін айтады. Жігіт шатасып тұрсың деп сенбейді. Қыз ренжіген күйі үйден шығып кетеді. Сол түні Йонас Хеленаның қасында оянады. Ол оны сүйіп аймаласа жөнеледі. Таңертең әйел үнсіз үйден шығады. Бірақ Нина оны байқап, ашуланып, есік алдына жігітке таңғасын қалдырып кетеді. Бірнеше сағаттан кейін Нина мен Джули жағажайда жүгіріп келеді. Олар досына бүгін таңертең және семинарда болған оқиғаны айтып береді. Содан кейін Джули оған әкесінің Хеленаға ұқсайтынын және шаштары бірдей мұғалімі бар екенін айтады. Таңертең Йонас мектепке баруға дайындалуда, бірақ атасы одан бармауын өтінеді. Жігіт мұның мұғалімге қатысы бар ма деп сұрайды. Бірақ Фредерик ол ойынан тез бас тартады. Йонас оған Нина
Хеленаның көргенін айтады, ал атасы оған көрінген болуы мүмкін деп жауап береді. Атасы немересіне Нина қалдырған таңғасын береді. Мектепте Нина кітапханадағы ескі альбомдарын қарап шығады. Ол Хеленаның басқа Мария Рот есімді фотосуретін табады. Кенеттен мұғалім келеді. Қыз одан аралға не үшін келгенін сұрайды. Нина Йонсқа бәрін айтып береді деп қорқып, әйел оны өлтіреді. Осы кезде жігіт дәлізді аралап Нинаны іздеп жүр. Хелена оны жолдан шатастырып, мәйітті жасыру үшін кітапханаға оралады. Әйел арқанмен қызды орап, кейін оны көлігінің жүк салғышына салады. Жолда ол қыздың велосипедін ұмытып кеткенін түсініп, жағажайға оралады. Йонс достарын кездестіреді. Ол олардан Нина туралы сұрайды. Жігіттер оған қыздың бүгін таңертең мектепте болғанын айтады. Осы уақытта Хелена жағажайдың арғы жағында Нинаның денесін тастап жатыр. Кейінірек біз қыздың ұнтақты майдалап жатқанын көреміз. Және кенеттен Йонстан хабарлама алады. Онда ол оған мүмкіндігінше тезірек кездескісі келетінін айтады. Кездесуде жігіт құрбысын жоғалтып, алаңдағанын хабарлайды. Хелена қыздың таңертеңгі көргенінен қызғанып жатқандығына сендіреді. Сондықтан ол дос болып қалуды ұсынады. Алайда Йонс мұндай ұсыныспен келіспейді және мұғалімді сүйеді. Олар түнді бірге өткізеді. Келесі күні таңертең Фредерик немересін оятып, оған Нинаның денесі жағажайдан табылғанын хабарлайды. Олар сонда келгенде далада қайғырып жатқан Нинаның анасын көреді. Ал шал қайтадан есінен танып ауруханаға жеткізіледі. Кейінірек Йонс пен Фло Нинаның өлімі кездейсоқ емес екенін түсінеді. Мектеп кітапханасында Джули жігіттерге өзінің болжамы туралы айтады. Олар журналдарды ақтара бастайды және олардың бір беті жетіспейтінін түсінеді. Содан кейін олар мектеп веб-сайтынан ақпарат табуға тырысады. Олар Фредериктің Мария Ротпен бірге түскен суретін көреді. Жігіттер оның суға батып кеткенін біледі. Осы уақытта Хелена ауруханаға Фредерикке барады. Шал оған қорқынышпен қарайды. Фредерик оның әкесі болып шықты. Әйел оны анасын өлтірді деп айыптайды. Ол онымен де анасымен де болғысы келмеген. Сондықтан әйел кек алу үшін оралды. Ол бұрынғы кісі өлтірулерін мойындайды. Келесі күні таңертең Йонсты жедел жәрдем көлігі оятады. Олар атасын үйіне жеткізеді. Осында Хелена да келеді. Жігіт оның сырын біледі. Оған сенімсіздікпен қарап, оның мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Содан кейін ол оның анасының есіміне қызығушылық танытады. Бірақ олардың әңгімесін Флоның қоңырауы үзеді. Әйел оған жауап беруін сұрайды және бәрін кейінірек айтатынына сендіреді. Хелена үйге кіріп кофе қайнатады. Йонстың шын аяғына ұнтақты құяды. Фредерик мүлдем дәрменсіз. Әйел оны терезеге әкеліп, не болып жатқанын қарауға мәжбүр етеді. Ол Йонсқа кофе беріп, өзінің анасының Йонстың атасымен қарым-қатынаста болғанын айтады. Не істесе де Хелена оның тәтесі. Жігіт ұнтақтың әсерін сезіне бастайды және есін ақырын жоғалта бастайды. Алжыған әйел оны суға батыруға тырысады. Ал Йонс соңғы күшімен Хеленаны тормен ұрып үйге қарай жүгіреді. Фредерик еденде жатып, Марияның оған қалдырған хатын ұстап тұрды. Хелена күтпеген жерден үйге басып кіріп, жігітті тұншықтырады. Демін шығара алмай, ол шыны кесесінен ұстап тұрып, жүрегіне сұғып алады. Бірнеше күннен кейін Йонс кемеде жүзіп келе жатып, кенеттен Хеленаға ұқсас сары плащ киген қызды байқайды. Ол бейтаныс қыздың соңынан ереді. Бірақ бұл жай ғана басқа қыз екені белгілі болды. Енді Йонс өмірінің жаңа тарауын бастай алатынын біледі. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз жаңа видеоларды бірінші болып тамашалай аласыз. Сондай-ақ арнадағы басқа да видеоларды көріп шығуыңызға кеңес беремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.